мұсылманға тіпті пышақтың жүзін қарату ойнап жай жүзін қаратудың өзі, соның өзі макрух амал болып есептеледі. Тәңіршілдік бұл исламға дейін біздің бабаларымыз мынау бір көктің тәңір деп айтады ғой, көктің бір қожайыны бар, иесі бар деген мағынада сыйынған. Мына жігіттер тыңдап отыр. Мына амалды бар ғой, бір рет жасаған кезде оның сауабын аласыз да. Ал тұрақтылық жасап, үнемі жасап отқан кезде оның жемісін аласыз да. Енді біздің халықта қызықта мешіт деген бұл бір мәдени орталық қой. Адам деген келеді де өзінің құлшылығын жасайды да шығып кетеді, немесе вағыз тыңдайды басқа. Мешіттерде сен деген технологияны үйретуге, әдебиетті үйретуге, тағы басқа ғылымдарды, медицинаны үйретуге сен тиісті емессің. Сол себепті біздің дінімізде беттен ұру деген нәрсе, беттен ұратын спорттың түрлері дұрыс емес. Үндістанда, Пәкістанда, Бангладештегі бір 300-400 миллионнан астам мұсылман бар. Сол мұсылмандардың ханафи мазхабын қабылдауға біздің кезінде бабаларымыздың әрекеті әсер еткен екен да. Сіздермен бірге жұма подкаст әдеттегідей Елдос Жұмаділдә ұстазымызбен және біздің тұрақты спикеріміз Ернар Аталан. Кеш жарық және де бүгінгі біздің подкастымыздың ерекшелігі көрермендермен осы елдің азаматтары, Өскеменнен келіп отырған азаматтар бар мына жерде, жамағат бауырлар. Қатонқарағайдың жігіттері ғой. Қатонқарағайдың жігіттері бар, Өскеменнен де келіп отқан жігіттер бар, кеше байқадым. Ол жігіттер бізді қонақ қылып және осындай подкаст ұйымдастырайық деп бір себеп болып көрерменмен алғаш рет подкаст жасап отырмыз. Сондықтан кеш жарық, қайырлы күн, ассалаумағалейкум, құрметті жігіттер. Қалайсыздар, ұстаздар, шаршап қалмадыңыздар ма? Жоқ, барлығы жақсы, Аллаға шүкір, аман есен. Табиғаттың сұлулығына көзіміз тоймай, осы тұрғанда тек қана тамсанумен өтіп жатырық. Жігіттер келіп, жаңа осылай көрермен болып, бізді қолдап жатқандарыңызға рахмет. Оның үстіне жігіттер подкасттан кейін қазір сірне дайындап отыр. Құдай қаласа, тәтті шығады деп ойлаймын деп. Керемет. Керемет, шынымен де жаңағы Рахман көлдерінен, Алтай тауының әдемілігінен қайтып келіп, илхам алып, шабыт алып, қайтадан осы шабыттанып, қайтадан жалғастырып жатырмыз ғой. Рахмет. Күн енді сәл салқында болып тұр. Мынау мейлінше алған жылы киімдеріміз енді осы жарайды деп естігенбіз, бірақ мынау пледті де жамылып отыруға мәжбүр болып отырмыз. Сондықтан бұған мән бермей түсіністікпен қараңыздар, құрметті көрермендер. Құрметті ұстаздар, енді мына жерде жамағат бар. Бұл кісілерде, бұл жерге жалпы көрермендерде өздерінің іштеріне руханият іздеп, ішкі рухтарына азық іздеп көреді ғой жалпы біздің подкасты. Енді осы жерде біреу білгендер болса, естеріне қайта түсірер, білмегендер болса біліп жүр. Ұстаз бір осы аятул курсы және калима шахадат жайлы бір керемет айтатыныңыз бар еді сіздің осы. Соны бір дүйім жұртқа айтайық та. Енді бірінші жаңағындай аятул курси деген Құрандағы аят қой енді. Бақара сүресінің 255 аяты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам имам Термизи жеткізетін хадисте бүйтіп айтады. Әр нәрсенің өзінің төбесі бар дейді. Және де Құранның төбесі болып есептелетін ол Бақара сүресі дейді. Ал енді сол Құрандағы аяттардың арасында соның мырзасы болып табылатын, қожайыны болып табылатын ол аят әл-Курси. Аятул Курси аяты. Аятул Курси деген өзі бір-ақ аятты. Ол Бақара сүресінің 255 аяты. Бір-ақ аят өзі. Бірақ Құрандағы ең ұзақ аят болып есептеледі. Басқа бір хадисте имам Ал-Хаким жеткізетін айтады, егер де сендер үйде осы аятул Курсиді оқитын болсаңыздар, жын шайтандардың барлығы сендердің үйлерінен қашады дейді. Яғни үйлеріңде жын шайтан мүлдем үймелемейді. Сол үшін әрбір мұсылман осы аятул Курсиді үйде дауыстаған күйде, дауыстап тұрып оқу керек та. Сонда мүлдем керемет болады. Одан бөлек тағы да бір хадис бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, кімде-кім аятул Курсиді
таңертең оқса, кешке дейін Алланың қорғауында болады, және де оған көз сөз өтпейді дейді. Көз тиіп Машалла. кетті, сөз тиіп кетті, сиқырланып кетті деп айтады ғой, ондай нәрсе жүрмейді дейді. Ал енді кім оны кешке қарай оқса, ол таң атқанға дейін Алланың қорғауында болады дейді. Осындай хадистер негізі өте қатты көп. Және де тағы да бір хадисте пайғамбарымыз бүйтіп айтады: кімде кім намаздан кейін бірден аятул күрсиді оқитын болса деді, онымен жәннаттың арасын айырып тұрған тек қана өлім болады дейді. Аллаху акбар. Яғни ол адам дүниеден өтіп кетсе, бірден жәннатқа барады деген сөз ғой. Сол үшін мен бұны не үшін айтып жатырмын? Біз кейбір кезде күрделі бір нәрселерді айтып кетеміз да, осылай анандай бір негізінде Тереңірек кіріп кетеміз. ғой тереңірек кейде кіріп кетеміз, әрбір мәселенің ішін қазып, бірақ негізінде осындай кішкентай амалдарда, кішкентай нәрселерде үлкен берекеттер бар да. тұрақты болса. Тұрақты болса. Оны мен әрдайым подкастта айтам. Мына жігіттер тыңдап отыр. Мына амалды бар ғой, бір рет жасаған кезде оның сауабын аласыз да. Ал тұрақтылық жасап, үнемі жасап отқан кезде оның жемісін аласыз да. Сол үшін амалда тұрақты болған адам амалының жемісін көреді да. Сол үшін тұрақты болсаңыз, сіз де міндетті түрде үйіңізге берекеттің кіргенін сезетін боласыз да. Ана баяғыда бір интернеттерде жүрді, ұстаздарымыз да айтты деймін. Анау бір қыздың оқиғасы таралып жүрген еді ғой. Мен оны ең басында намаз оқып жүрген кезде 2010 жылы оққам. Ол кезде ВКонтактеде отырамыз. Жаңа ВКонтактеде бір қыз осылай көшеде кетіп барады. Сосын алдынан бір жігіт кездеседі да. Сөйтіп ана қыз ана жігіттен қатты қорыққаннан аятул күрсиді оқи бастайды. Аятул күрсиді оқиды, ана жігіт бірақ ана қызға тиіспей өтіп кетеді да жанынан. Сосын және де сөйтсе, сол түні бір адамдардың заттары ұрланып, көшеде кетіп баратқан адамдар тоналған екен. Сөйтсе жаңағы жаңалықтардан берген болса керек, жаңағы жігіттің түрі көрсетіліп жатыр дейді да. Сол кезде манағы қыз ана жігітті танып қояды да. Сөйтіп манағы қыз ана жігітті танығанын білдіртеді. Сөйтіп полиция қызметкерімен байланысады. Сосын барып ана жігіт мына қызды көреді ғой. Сол кезде жаңағы жігіттен сұрайды да, сен мына қызға неге шабуыл жасамадың десе, айтады дейді ғой. Менің бұл қызға мен қалай шабуыл жасаймын? Жанында екі дәу жігіт кетіп баратыр дейді. Жанында екі дәу жігіт кетіп баратыр. Мен қалайша мына қызға шабуыл жасаймын деп айтты. Яғни ана қыз былайша айтқан кезде аятул күрсиді оқыған кезде Алла тағала жанына бейне бір періштелер жіберіп қойған сияқты да. Адамның кейпінде, ана жігіт жай өтіп кетті дейді. Мысалы біз білмейміз. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның уақытында да болды ғой. Анау не дейді? Абу Жахіл, шатаспасам, мен пайғамбарды өлтірем деп, қазір намаз оқып отқан жерінен оның басынан үлкен тасты барып алам да лақтырып жіберем деп, үлкен тасты алып дайындалып бара жатқан кезде не дейді? Алдымнан дәу түйе атып шықты да, менің басымды мүжіп жіберетіндей болып қалды дейді. Сөйтсе ол кім? Ол жай ғана сондай кейіпке еніп тұрған періште. Пайғамбарымызды сақтап, қорғап отырғанда. Сол үшін айтайын дегенім, аятул күрсидің осындай бір негізі көптеген біз білмейтін де қасиеттері жетерлік. Оқып жүріңіздер. Жалпы аятул күрсині оқып жүрген адам ешқашан ұтылмайды. Ешқашан қор болмайды. Калима шахадаға байланысты бір айтатыныңыз бар еді ғой. Ол мен ұзақтап сөйлеп кетпейін бе? Ернар ұстазға бір сұрақ қойсаңыз. Осыны аяқтап жіберейік, Ернар ұстазға келесі сұрақты қоямын. Бір нәрсе көріп отырмын мына жерде ше. Құдай қаласа сол нәрсемен Ернар ұстаздың бір сөйлейтін тақырыбын келтіріп отырмын да мына жерде. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жаңа мынандай мәселе бар да, біз кейбір кезде жаңағы айтайын дегенім, осындай кішкентай амалдарға мән берсек те, негізі керемет болады. Мысалға біздің дінімізде ең ұлық сөз, ең ұлық сауапқа ие болып тұрған нәрсе ол кәлима. Ла илаха иллалла Мұхаммад Расулалла деп айту. Бұдан артық амал жоқ, қадірмен жігіттер. Бір хадисте пайғамбарымыз Абузар деген өзінің сахабасына былай өсиет етеді. Ей Абузар дейді. Егер де бір жамандық жасап қойсаң, бір күнә жасап қойсаң, артынша оны жуып шайып жіберетін жақсылық жасап қой дейді. Сол кезде ана күнәңнің несін көрмейсің, зардабын көрмейсің. Сол кезде Абузар тұрып айтады: Я Алланың елшісі, ла илаха иллалла
Мұхаммад Расулалла деп айту жақсылыққа жата ма дейді да. Сол кезде пайғамбарымыз, ей Абузар, бұл жақсылықтың ең ұлығы емес пе дейді да. Қараңыз, жақсылықтың ең ұлығы осы емес пе дейді да. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз бүйтіп айтады. Бұл ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулалла деген сондай Алланың құзырында ауыр сөз дейді. Егерде таразының бір шетіне 7 қабат аспанды, 7 қабат жерді қойып қоятын болса, ал енді таразының екінші бір шетіне ла иляха иллалла Мұхаммад Расулалла деген сөзді қоятын болса, бұл ауыр басады дейді. Өйткені Алла Құранда да «Әла зикруллахи акбар» Алла деген сөзден ауыр нәрсе бар ма дейді да. Еш нәрсе жоқ. Сол үшін да осы ла иляха иллалла Мұхаммад Расулалла деген сөзді біз көбірек айту керекпіз да. Және де бұл қарап отырсам, кейде мән бермей ұмытып кетеміз біз ғой. көп зікірлерді айтамыз, бірақ ең ұлығын ұмытып кетеміз ғой. Көрдіңіз ба? Мен осыны айтқым келіп отыр да, Ернұр ұстаз. Мысалы қараңызшы, бір жігіт мынандай да, мысалға Юнус деген пайғамбар киттің аузына түсіп кетеді ғой, білесіздер ме оқиғаны? Үлкен кит Юнус пайғамбар жұтып қояды. Сол кезде аузында қап-қараңғы түнекте қалып қояды. Сол кезде мына сөзді айтады ғой ол. Ла иляха илля анта субханака инни кунту миназ-залимин дейді. Я Аллахым, сенен басқа құдай жоқ, сен кемшіліктен пәксің, ал мен болсам не істеп қойдым? Залым, жаңағы зұлымдық көріп қалдым дейді. Қараңызшы, осындай сөз айтады да. Енді қарап отырсаңыз, осы дұғадан кейін ана кит келеді да не істейді? Жағажайға келеді, аузын ашады, ана Юнус аузынан шығып кетеді. Алла Құранда айтады: «Ва казалика нунжил муъминин». Осылайша біз иман келтірген момындарды құтқарамыз дейді. Яғни олар дұға айтқан кезде. Сол кезде қандай дұға айтып отыр? Ла иляха илля ант деген. Яғни Аллахым, сенен басқа құдай жоқ деп айтып отыр да. Сол кезде ғалымдарымыз айтады. Және де субханака деді. Аллахым, сен кемшіліктен пәксің деді. Демек мына екі зікір. Ла иляха иллалла, субханалла деп айту дейді. Адамды пәле жаладан құтқарады дейді. Менің өзімнің досым бар. Бір рет айтады. Машинамен келе жатырмын дейді. Қысқы уақыт қой дейді. Бір кезде кенеттен жер тайғақ па, машинам қатты тайып кете бастады. Бір кезде екі-ақ зікір келеді дейді аузыма. Ла иляха иллалла, субханалла, ла иляха иллалла, субханалла дейді. Машинам айналып кетті. Орнына келіп тұра қалды, ары қарай жүре бердім дейді. Мен айттым да, валлахи дедім да, бұл Құрандағы Юнустың дұғасымен тікелей байланысты дедім да. Қараңыздаршы, сол үшін де осы дұғаларды көбірек айтып жүру керек. Машалла екен досыңыз. Аузына калима келетін. Екі зікір келетін. Сосын мынандай нәрсе бар да, пайғамбарымыз және де бұны не үшін айтыңдар деп айтады? Имандарыңды жаңартып тұру үшін. Мысалға, сізде иман бар. Пайғамбар айтады: сендердің имандарың киімдерің сияқты ескіріп отырады дейді. Киімің ескіргенде не істейсің? Аласың да оның орнына өзге жаңа киім киесің да. Дәл солай пайғамбар да айтады: имандарыңызды жаңартып отырыңыздар дейді. Сол кезде Алланың елшісі қалайша оны жаңартамыз деген кезде аксиру мин қаули ла иляха иллалла, яғни жаңағы ла иляха иллалла Мұхаммад Расулалла деген сөзді көбірек айтып жүріңіздер. Сол кезде имандарыңыз міндетті түрде жаңарып отырады деп айтады да. Міне осындай кішкентай ғана артықшылдығын айтып қояйын деген. Машалла. Ал негізінде бұл ла иляха иллаллах деген нәрсе жайында менде үйде қазір Абдулла Сироджуддин деген ғалымның кітабы тұр. Сол жерде енді өте көп нәрсе айтады да. Ғалымдар бір сөз, бір нәрсе, бір зікірдің несін үшін кітаптар жазып тастаған дейсіз. Кітаптар жазып тастаған. Алла разы болсын ұстаз. Керемет, мынау мощный кетті. Жаңағыдай да білеміз ғой. Білеміз. Бірақ ұмытып кетеміз да. Пендеміз ғой. Анау есіңе түскен кезде дейсің да. Сосын қайталай бересің да. Енді мынау келесі сұрақты бүйтіп қойып отырмын да, мына жерде костер болып жатыр, ана жерде сірне қайнап жатыр деген сияқты ұстазша. Ана отқа көзім түсіп тұр. Жалпы былай ғой, мына Ернар ұстаз енді экранға шығып келе жатыр ғой, бірақ бұған дейін енді бұл кісі өзі сабақ беріп жүрген университеттегі үлкен доктор ұстаз ғой.
бұл кісінің әңгімелерінің барлығын эфирден бере алмайсың да, өйткені халықтың деңгейі, түсіну деңгейі, тіпті біздің жанында жүрген біздің өзіміз кейде қорыта алмай қаламыз да бұл кісінің жаңағы әңгімелерін несін. Сондықтан енді көп Ғылыми сұрақ, ғой. ғылыми ғой. Сондықтан көп дүниелерде сұрақ қою да қиын болып қалады да. Бірақ анау жол жөнекей осы мыңдаған километр жүріп келе жатырмыз ғой, сол жолда ұстазға әртүрлі сұрақтар қоямыз, сұрақтан сұрақ туады. Жалпы камерасыз подкасттар бізде көп болады да, мына жол бойы сапар деген өзі күшті дүние ғой. Сол кезде мына отқа байланысты бүйтіп қарап отырмын да, ұстаз шырақшылар туралы, жалпы шырақ туралы бір айтқан, осының бір тарихын қозғаған бір дүниеңіз бар. біз қазақ отқа табынған халықпыз ба деген сияқты ше, сол тәңіршілер бар қазір. аластайды деген дүние бар ғой. Сол туралы айтыңызшы. Ұстазға жаңа тұздық болып кетсін деп бір-екі сөз қосып кеткім келіп жатыр. Қосыңызшы. Кәлима-и шахадатқа О. және аятул курсиге. Қазақ жаңа мынандай сөз айтады да, осы біз көп қарапайым авам мұсылман оқитын екі аят, үш сүре бар ғой. Екі сүре бір аят бар ғой өзі. Ол жаңағы Фатиха Ықылас және аятул курси. Қазақ та осыны көп оқыған. Біздің Маңғыстау, Атырау жақта аятул курсиді әйет деп айтады көбіне. Әйет деп қысқартып айтып қояды. Аят деген емес қой, Иә, Мен- сол аят деген мағынаға келіп саяды ғой, бірақ әйет деп көбіне мен әйет оқып шығайын деп, көбіне аятул курсиді меңзеп айтады. Сонда біздің үлкендерімізде ауыздарында мындай сөз қалып қойған: "Я Алла, әлхамдының берекетін бер, құл хуалланың қасиетін бер, әйеттің әйбатын бер" дейді. Не дейді Яғни Иә. аятул курсиде Яғни әлхамды айбат дегеніңіз болатындығы- Фатиханың берекетін бер, құл хуалланың қасиетін бер, ықыластың қасиетін бер, және аятул курсин берекетін, әйбатын бер деп. айбатын бер Сонда деп әйбатын бер, берекетін бер деп те Анау айта береді. жаңағы айбат қой енді, анау екі Иә, қыз иә. жанында тұрып бір айбат дегенде бір сос, яғни бір қорғау да, Иә, қорғаныш. сондай сөздерді мен бұрын еститінмін. Енді мынау шырақ деген нәрселерді көріп жүрміз ғой, жаңағы біздің батыс өңірлерде әсіресе, мына жақта білмеймін шығыс өңірде сақталған ба, сақталмаған ба. Біздің батыс өңірлерде адам дүниеден өткеннен кейін 40 күн бойына шырақ жағып Құран оқиды үйінде. Ақшам намазынан Сондай ма? кейін. Иә, сондай бір дәстүр қалып қойған. Иә. Сол дәстүрді қазір біз мұсылман болмағанбыз, біздің аталарымыз еш уақытта мұсылман болмаған дегендер шығып, бір топтар шығып сондай. Иә. Бұның барлығын біздің ескі тәңір дінін ұстандық, отқа табынған халықпыз деген сияқты нәрселерменен айырбастап алып кетеді да. Иә. Сосын жаңағы зираттарда, молаларда, кесенелерде шырақшы деген болады дегенде. Иә, менде сол ғой. Иә, айналып иә. өткенде айтқан. Бұл нәрсе бір отқа табынуға байланысты дүние емес. Жаңа да от жағып атса да сақта жігіттер айтып қалды да, о, мына тәңіршілердің отқа табынатын десе. Мен айтам, бізде шатасып кеткен барлығы. Шаманизм мен тәңіршілдік шатастырады, отпараздықты шатастырады. Отпараздық, мәжусилік, отқа табынушылардың діні бөлек. Шаманистердің діні бөлек. Олар әртүрлі нәрселерге табынған, оларға әртүрлі нәрселер қосылған. Тәңіршілдік бұл исламға дейін біздің бабаларымыз мынау бір көктің тәңір деп айтады ғой. Көктің бір қожайыны бар, иесі бар деген мағынада сыйынған. Иә. Кейін артынан ислам келген кезде Махмуд Қашқари рахматулла алейх өзінің аудармасында тәңір деген сөзді арабтың илах деген сөзіне аударады да, жаңа калима-и шахададағы сөз ғой. Содан бастап авам түркі, бүтін түркі ислам қабылдаған халық мына 12-13 ғасыр бойына тәңір деген сөзді илах деген сөзге аударма қылып қолданады. Ескі сеніммен айтпайды. Енді отқа келейік. Жаңа шырақшылардың шырақ жағу, немесе біздің жақта 40 күн бойы шырақ жағу деген мынандай. Біз енді тасауф ұстанған, сопылық ұстанған халықпыз ғой. Имам Ғазалилерде 40 күн мен Алла тағалаға зікір айтам, Юнус алейхиссалам құсап деп, жаңағы Юнус пайғамбар 40 күн жаңа зікірді айтты ғой. Сол зікірлерді айтам деген сияқты 40 күн деген бір тәжірибе бар тасауф мектептерінде ше. Жаңа 40 баланы 40-нан шығару, сол сияқты 40 ясин оқу деген сияқты дүниелер бар. Адам дүниеден өткеннен кейін біздің өңірлерде тасауф ұстанған халықтарда күн сайын ұрпақтары 40 күн ясин оқитын болған. Дұға оқитын болған. Енді ол көбіне ақшам намазынан кейін оқиды. Бұл деген жаңағы періштелер ауысатын уақыт деген сияқты да. Сондай бір ақшам намазының өзінің берекеті болады ғой. Сонда айтамын да, ақшам намазынан кейін күн батады. Күн батқаннан кейін міндетті түрде
Құран оқу керексің, ал адам дүниеден өтіп кетті деп Құран оқайын десең көзің жанбайды ғой енді. Содан шырақ жағады. Сосын жаңа зираттарда да кесенелерде шырақ жағу, ақшам намазы келген кезде шырақ жағып Құран оқудың белгісін көрсетеді дегендей да. Мысалы Осман империясында Сұлтан Сәлимнің уақытында мешіттің мұнараларында қасиетті түндер келеді ғой. Қасиетті түндер келген кезде сол қасиетті түндер сүйіншілеп шырақ жағатын болған. Яғни атмосфера атмосфера беру үшін. Сонда сен Осман халифатын, Осман империясын отқа табынғандар деп айта алмайсың ғой. Яғни біздегі шырақшы болу, шырақ жағу деген сияқты мәселе осыдан қалыптасты деп ойлаймын мен. Мәселе қайда жатыр, Мәселе мынандай ғой, анандай. Осындай бізде сондай бір әдеттер бар да. Мысалы енді қазір жағып керек емес қой, мысалға енді қазір. Енді қазір қалып қойған ғой, неге мағынасын түсінбейді, бірақ сол қалып қойған. Бізде кейбір жерде, біз жақта өңірлерде дәлел тарту деген бар. Сіздерде бар ма ондай? Адам дүниеден өтіп кеткеннен кейін бар, үйіне барып жаңағындай ля иляха қазір қалып бара жатыр. Мың рет айтады жаңағындай деген сияқты ше. Соны көп рет айтады. Бірақ негізінде бұл нәрсе дінімізде жоқ. Бұл нәрсе дінімізде жоқ. Және де мен бір рет өзімнің ұстазымнан не үшін бұны істеген деп сұрасам, кезінде адамдар үйде жаңағында не істейді ғой, қатты қайғыға салынып кетеді екен да. Дүниеден адам өткеннен кейін қатты қайғыға салынып, мұңға беріліп, жылап, сөйтіп сондай қатты неге күйге түсіп кетпес үшін келіп бір жұбаныш ретінде, әйтеуір адамдар текке жүріп кетпесін, сондай нәрсе болып қалмасын деп кеп үйіне келіп жанында ля иляха иллаллах деп бір басу айтқандай болады екен да, мысалға. Сол үшін істелінетін әрекет еді дейді да, ол негізінде ше. Сондай мағынасын мүмкін ұмыт қалдырған шығар. Бағыштамай ма? Құран оқып бағыштамайды. Бізде ля иляха иллаллахты қай уақытта айтады? Тәлқин дейді. Адам дүниеден өтейін деп жатқан кезде айтады. Оны қатты оның әдебі бар айтқан кезде. Ля иляха иллаллах деп айтшы деп айтпайсың да сен оған. Сен оған ақырын ғана келіп ля иляха иллаллах деп ақырын ғана айтып отырасың да. Қолын ұстап отырып ше. Сол кезде анау адам, дүниеден өтіп жатқан адам сенімен бірге қайталау керек та. Егер пайғамбарымыз айтқан хадисі бар, Абу Даудта келетін, кімде кімнің өмірден өтіп бара жатқан кезде ең соңғы сөзі ля иляха иллаллах болса, ол адам жәннатқа кірді дейді. Аллах тағала баршамызға соны нәсіп етсін иншалла. Әмин. Керемет. Қалай, жақсы болып отыр ма? Машалла. Ары қарай жалғастырайық. Жалпы енді қоғамдағы сұрақтарды бірнеше мәрте талқылауға тырысайық. Кейіннен отырған көрермендерден сұрақ болса, оған да бір жауап беріп кетерміз, иә. Бізде тағы қоғамда мынандай нәрселер бар. Жалпы технология, яғни мұсылмандар технология ғылымынан артта қалған ба? Жалпы мұсылман ғалымдар бұл салада бар ма деген сияқты. Ұстаз, мен бір бастап берейін, сіз сосын толықтырып. Технология жанда, технология. Сіз жауап бересіз, технология деп. Мынандай сіздің сұрағыңызды түсіндім. Қазір енді айыптаулар болып жатыр. Сендер барлығың мешітке кіргізіп жіберіңдер, мектеп салмайсыңдар, завод салмайсыңдар, фабрика салмайсыңдар дейді. Авам жұрттың барлығы завод салып жатыр, анау дрон шығарып жатыр, ракета ұшырып жатыр, неге сендер жаңа намазға жыға бересіңдер деп. Бірақ бір нәрсені ұмыт қалдырады көптеген ағайын. Барлығының айтатын сол ғой, Ауғанстан болып бара жатсыңдар деп жаңа өткен подкасттарымызда айтқандай да, бізде басқа дамып кеткен мұсылмандарменен салыстырмайды. Жоқ, технология игергенде дәл қазіргі уақытта мықты мұсылмандар бар әлем сахнасында. Мысалы түркиялық ғалым Азиз Санжар деген мықты ғалым бар, Америка университетінде сабақ береді. Түркияның негізі Түркияда туған, араб ұлтынан. Сол кісі Нобель сыйлығын алды. Соны алған кезде мынандай сөз айтты да, сол сөз әлі маған әсер етеді. Бұлай дейді: менің есімімді Азиз Санжар деп Google-дан жазсаңыздар, түрік халқынан шыққан алғашқы Нобель сыйлығының иегері деп жазып қояды дейді. Бірақ оны жазғандар мына нәрсені ұмытып кеткен екен дейді. Біз деген Қытайдан болса да білім алыңдар деп бұйырылған үмбеттен екенімді менің айтуға ұмытып кетеді дейді. Мені жазған медиалар деп айтады. Сол сөзі маған қатты әсер етеді. Я болмаса жаңа Селжүк Байрактар, сол дронды шығарып жатқан түріктің ғалымдары баршылық. Одан бөлекте Малайзияда экономиканың ғалымдары, әлемдік деңгейге шыққан
және жаңа спид ауруын ойлап тапқан мұсылман ғалымдар, яғни емін ойлап тапқан, соның алдын алудың емін ойлап тапқан Мгм. мұсылман ғалымдар бар. Оның бәрін айтпайды, бірақ мынандай бұл қазіргі замандағы. Ал өткенге ескі оралатын болсақ енді өте көп енді. ол ескі заманға оралатын болсақ, барлық ғылымның атасы әл-жәбір, алгебра, әл-хорезм, алгоритм деген сияқты сөздер кете береді. Оның бәрін айтып бітірдік негізінде. Иә. Иә. Сол, Бірақ бірақ әдейі анау өткенде жаңағы айтып отқан ғалым кісілер бар ғой. Осыларға да бір тоқталса екен деп айтып отырмын да. иә, енді біздің халықта қызықта мешіт деген бұл бір мәдени орталық қой. Адам деген келеді де өзінің құлшылығын жасайды да шығып кетеді, немесе уағыз тыңдайды басқа. Мешіттерде сен деген технологияны үйретуге, әдебиетті үйретуге, тағы басқа ғылымдарды, медицинаны үйретуге сен тиісті емессің. Міндетті емес. Және сенің құзыретіңе де кірмейді. Ол анау дамымай жатқанға жауап беретін орындардан сұрамайды да біздің үкімет. Иә. Сонда әртүрлі мектептер салып жатыр, сән салтанатты мектептер салып жатыр, 5000 балаға дейін оқитын мектептер, және шетел мектептері келіп жатыр. Соншама мектеп аштық, соншама университет аштық, неге дамымай жатырық деп жүрген бір халықты көрмейсің да. Олардың құзыретіне кіретін нәрсе ғой негізінде. Әлбетте біз ұстаздар бұған үндейді, ғылыммен айтып жүр. айналысуға, біліммен айналысуға дегендей. Барлығына бірдей молда бол демейді. Бұған Абай атамыз өзі керемет нүктесін қояды. Өзі Абайдың туған жерінде отырмыз ғой. Бәріміз хай деп тариқатқа зікір сала беретін болсақ, егінді кім егеді, заводты кім салады, мына үмбетте деп Абай атамыздың өзі бізді еңбекқорлыққа үндеп кеткен. Сондықтан бұл жерде бір проблема негізі дінде емес. Ұстаз да өзі ғылымға, білімге баулудың әрдайым уағыздарын, жолдарын айтып жүреді ғой. Айтып жүр. Естіп жүрмін ұстаз, мен сіздің айтып жүргеніңізді. Мынандай нәрсе бар да, осыны біз шатаспасам талқылаған шығармыз мүмкін. Бірақ тілге тағы да тиек етсек артық болмас. Мысалға мынау айтамыз ғой, әлемде мықты тауып атқан, Нобель премиясына ие болып жатқан адамдарды қарап отырсаңыз, мысалға Европада болсын, Америкада болсын, олар негізі сол елдің азаматтары емес та. Мысалға сол елдің азаматтары емес. Мысалға бір Палестинадан шыққан, жаңа Пакистан елінен шыққан бір азамат болса, олар не істейді, соған мүрділем жақсы айлығын беріп, бұны жақсы ғылыми ортаға орналастырып, оны әкеліп жаңағындай, оны былайша айтқан кезде спонсировать етеді да, ақшасын береді да. Сосын ол Нобель сыйлығын алғаннан кейін жаңағы ол біздің азамат дейді. Бірақ ол негізінде ол ұлттың азаматы емес, ол өзге ұлттың азаматы. Ол жай ғана ол жаққа жұмыс істеуге келген. Және де бұл Европа мен Американың артықшылдығы ғой. Олар кім білімді, кім ғылымға ие, соларды өздеріне тартып алады. Ақшаңды береміз, кел Google-ға жұмыс істе, NASA-ға жұмыс істе, біздің компанияда жұмыс істе деп тартып, мысалы өздері сөйтіп айтады да. Аналар мемлекеттердің атын айтқан былай қалай болады екен? Жоқ, мындай айыптау мағынасында айтып отқан жоқ қой. Жоқ, ұстаз, сөзіңіз аузыңызда, мысалы намазхандар, мұсылмандар жаңағы жұмыс жасамайды басқа деп. Мысалы мен күні кеше Лондонға барып келгенде, Лондонда жүрсем, біздің жамағатта бауырларымыз екен, бізге келіп кете аласыз, сізді қонақ етеміз деп бір адрес берді. Барсам, Мета компаниясының ірі мекемесі екен, Лондонда орналасқан. 5-6 қазақ жігіті, ол жаңағы жігіттің өзі намаз оқиды екен, келіншегі де намаз оқиды. Осы жерде мен Мета компаниясының бір бөлімін басқарамын дейді да, бағдарлама бөлімін. Міне сондай жігіттер, біздің жамағатта шәкірттеріміз осындай шыңдарды бағындырып жатыр. Тамаша, көрдіңіз бе? Және де менде көптеген шетелде жұмыс істейтін, небір үлкен корпорация, компанияларда жұмыс істейтін, намаз оқитын қазақтың біраз жігіттерін өзім де білем, өзім де танимын, өзім де солармен сөйлесіп сұхбаттасып көргем. Яғни ол намаз оқып жатып, керісінше артқа тартып мешітке қонып жүрген жоқ. Ол қарап отырсаңыз не істеп отыр? Тек қана мешітке келіп құлшылығын жасап, шабытын алып, ары қарай жұмысын жалғастырып жатқан жан. Сол үшін де біз осы нәрсеге осылай қарауымыз керек. Баяғыда Омардың кезінде біз білеміз, 1-2 адам не істейді, мешітте отырады. Сөйтіп мешітте отырады, мешіттен шықпайды дейді, тек қана құлшылық жасай береді дейді. Сосын Омар тұрады да айтады: "Ей, сендер екеуің мешіттен шықпай жүр екенсіңдер ғой. Екеуіңнің жұмыстарың жоқ па? Тек қана құлшылық жасайсыңдар ма?" дейді да. Мешітте ана отырады да айтады: "Нахну мутаваккилуна илаллах" дейді. Біз Аллаға тәуекел етуші құлдармыз дейді. Біз Аллаға тапсырып қойғанбыз дейді. Мешіттен шықпай құлшылық ете береміз дейді. Сол кезде
Омар бүйтіп айтады: сендер мутаваккилун емессіңдер, сендер мутаакилун, яғни тәуекелшіл емессіңдер, сендер арамтамақсыңдар дейді. Сендер арамтамақсыңдар, бар құры. Сол бүйтіп айтады, Бар құр айтпақшы. дей ма? Ол кісі қатты сөйлейді ғой. Негізі бүйтіп айтады: шынында дейді, аспаннан алтын мен күміс жауып кетпейді дейді ешқашан. Яғни ешқашан саған аспаннан ешкім ақша бермейді, сен еңбек қылмасаң. Сол үшін барыңдар да жұмыс істеңдер деп екеуін мешіттен сондай күйде шығарып салады да, былайша айтқан кезде. Яғни мен не үшін айтқым келіп отыр? Мұсылман адам не істейді? Мешітке келеді, намазын оқиды, құлшылығын қылады, барып жұмысын істейді. Осылай істейді. Мен әрдайым бүйтіп айтамын: мұсылман адам мына бір 3 ортаның арасында жүреді: мешіт, жұмыс, отбасы. Мешіт, жұмыс, отбасы. Осылай да. Егер де адам тек қана жұмыс істеп, арасында мешітке барып құлшылық жасамаса, ол Құдайын ұмытып, жұмысындағы адалдығын ұмытады да. Ал тек қана құлшылық жасап, жұмыс істемесе, оған кім ақша береді? Яғни елді кім дамытады, отбасын кім ойлайды деген сөз да. Сол үшін көрдіңіз, барлық нәрседе не сақтау керек? Тепе-теңдікті сақтау керек та. Тепе-теңдікті сақтау керек. Машалла. Машалла, Ұстаз. алла разы болсын. Алла разы болсын. Керемет. Әдемі. Жалпы енді мынау біз қатарлы жігіттер ғой, қазір енді 30-35-тегі жігіттер енді осы уақытта бір дүние тауып, орын аласып, аяқтанып, бір ыңғайланып жатыр ғой. Олар енді осы уақытта жаңағы өздерінің балдарына дұрыс бағыт бағдар беретін уақытта, дұрыс тәрбие беретін уақытта. Сондықтан енді ұстаздар айтып отыр, көріп отырсыздар, бәрі мүмкін. Біздің қазақтың балдары шетелде де, елімізде де, мұхиттан асып та, елімізде де қызмет ету мүмкіндігі бар. Бәріне әлбетте өзінің жүйелі білімі және мақсат, тұрақтылық, әдет қалыптастыру керек та. Google-да жұмыс істеуге де болады, IT саласында жұмыс істеуге де болады, технология саласында жұмыс істеуге болатынын бір көрсетпесек те бір көріп жүрген дүниемізді айтып өттік деп ойлаймын. Және де астын сызып тұрып айтатын бір мәселе бар. Биыл елімізде ЕНТ болды. Машалла. ұлттық бірыңғай тестілеу болды. Сол жерден мысалға ең жоғарғы балл алған, 140 балл алған кім? Орамал таққан қарындасымыз. Мен сол қарындасымыздың видеосын астына жазып өткем. Білім алу үшін орамал кедергі емес екен деп. Білім алу үшін орамал кедергі емес, 100%. Яғни және де қарындасымыз соны дәлелдеді да. Не нәрсені? Орамал білімге кедергі емес, бір. Екіншіден, мұсылмандар білімді оқи алады. Және де ол біздің негізгі ұранымыз да. Біз негізі оқитын, сауатты болған үмбетпіз да. Сол үшін мұсылман адамға білімсіз болған жараспайды. Алла тағала тіпті бізге үйретеді. Шатаспасам, бұл Мұсаның дұғасы болу керек. Алла Құранда «Аузу биллахи ан акуна минал джахилин» дейді. Я Аллахым, мен өзіңнен надан болып кетуден пана сұраймын дейді. Сол үшін бізде сұрау керекпіз да: я Аллахым, мына дүниеден, надан болып дүниеден өтіп кетпейінші, Аллахым. Ана Абдуаппар ұстазында бір қайтыс болар алдындағы видеосы бар еді ғой. Сол кезде ана ағасы Абдусаттар жайлы айтатын кезде маған айтты. Абдусаттар ұстаз ғой, ағасы, Абдуаппар ұстаз. Сол кісінің бір несін айтады да, ол кісі қайтыс боларына дейін оқыған ғой. Сол кезде бір оқу орнында оқып жатқан екен да, қателеспесем. Сол кезде бір айтқаны бар. Ол кісі білім бесіктен қабірге дейін дегенге өте қатты мұқият. Тал бесіктен көр бесікке дейін. Көр бесікке дейінге қатты амал еткен адам. Өлер шағына дейін мен оқуым керек деп кеткен адам екен. Алла рахмет етсін. Алла рахмет етсін. Екеуінде. Алла рахмет етсін. Керемет Абдуаппар ұстазды есімізге алып күшті оқып қалдық. Жалпы енді тағы да сол тарихқа қатысты сұрақ. Енді мына шығыста да жалпы өте жақсы дін, мұсылмандар енді жалпы қазақтың жері ғой, дамып келе жатыр дегенмен де білім жағында көтеріп, біліп жүрсек деп те кейбір осы жердегі жігіттерден де бір ұсыныс болып жатыр. Жалпы біз мынау Ханафи мазхабын ұстадық, осыған бір тарихи тұрғыда баға беріңізші дейді Ернар ұстаз. Жалпы Ханафи мазхабы біздің елімізге, жалпы Орта Азияға
қалай қашан келгені туралы айтсаңыз. Енді мен әрдайым айтып жүрмін өткен подкастта да, біздің ислам қабылдағанымызға, ұлт болып қабылдағанымызға, ұлыс болып қабылдағанымызға 1065 жыл болып жатыр биыл. Яғни 960 жылы Қарахан мемлекетінің ханы Сатық Боғра хан, оның баласы Мұса хан, осы кісілердің арқасында біз ислам дінін мемлекеттік деңгейде, ұлттық деңгейде, халықтық деңгейде қабылдағанбыз. Алдындағыларына тоқталып кетіңізші, алдында да бір Иә, оның алдында енді бір үлкен талас деген соғыс болды. Ол соғыста біздің бабаларымыз ислам қабылдамаса да мұсылмандарға жәрдемдесті. Ол соғыс мұсылмандар менен Алтайдың арғы жағындағы көршіміз болып келетін Қытайлармен соғыс жүргізді, мұсылмандар мен Қытайлар. Осы соғыста біздің бабаларымыз мұсылмандарға жәрдемдесті, бірақ біртіндеп ислам қабылдай бастады. Бірақ нақты толық мемлекет ретінде, ұлыс ретінде қабылдаған Қараханның хандары. Енді Қарахандардың ханы 960 жылы ислам қабылдаған кезде өздерінің еріктерімен, ықтиярларыменен бұл кісілер елші жібереді. Қайда? Бағдатқа. Бағдат ол кезде бүтін ислам үмбетінің астанасы. Сол кездегі ислам халифатын, мұсылман үмбетін Абаси әулеті басқарып отырады. Яғни Абаси халифаты. Абаси халифатының мемлекеттік мазхабы Ханафи мазхабы болған. Яғни олар біз ислам қабылдаймыз, бізге осындай ғалымдар керек деп, бізге ғалымдар жіберген кезде, ұстаздар жіберген кезде, сол кезде Ханафи мазхабының ғалымдарын жіберген. Яғни Бағдаттағы Ханафи мазхабының ғалымдары, ұстаздары бізге келіп сабақ үйреткен, білім берген. Содан 960 жылдан бастап толық нақты түрде Ханафи мазхабы тарай бастаған. Соның себебі осы, яғни 10 ғасырда, 13 ғасырға дейін Абаси халифаты билік сүріп тұрған болса Бағдатта, сол Бағдаттан бізге Ханафи мазхабы тікелей келген ғой. Содан біз Ханафи мазхабын ұстап келе жатырмыз. Кейін бізде Бұхара медресесі, Ханафи мазхабының ең ірі Бұхара, Түркістан, Хорезм медреселері, жалпы Орта Азия медресесі қалыптасты. Бұл медреседен барып Осман империясындағы Осман Анадолы Ханафи медресесі қалыптасты. Кейбіреулер ойлайды, Анадолы медресесінен бізге келді деп. Олай емес, біздің медреседен барып, біздің жердегі медреседен барып, осы медресе қалыптасты. Біздің Ханафи мазхабын қабылдауымыз Үндістанда, Пәкістандағы, Бангладештегі бір 300-400 миллионнан астам мұсылман бар. Сол мұсылмандардың Ханафи мазхабын қабылдауға біздің кезінде бабаларымыздың әрекеті әсер еткен екен да. Машалла. Не деген тарихта? Жалпы енді бұның болуы орынды ғой. Жалпы неге әлемде Ханафи мазхабы өте қатты көп тарап кетті? Біз әлем мұсылмандарының 50% Ханафи мазхабын ұстанады деп айтамыз ғой. Бүкіл түгелдей Тәжікстан, Өзбекстан, түгелдей Түркия мемлекеті, Қазақстан бар, өзіміз бар, иә. Одан кейін қазір Татарстан да мысалға да. Башқұртстан. Әйтеуір Ханафи мазхабын ұстанатын мектептер көп. Араб мемлекеттерінде де ол негізі Ханафи мазхабының өкілдері жеткілікті бар кәдімгідей. Бірақ соның барлығы не нәрсе әсер етті? Кезінде халифа Харун Рашид болып отырған кезде қазылардың қазысы болып, яғни былайша айтқан кезде бүкіл халифатқа үлкен қазылық еткен кісі ол Абу Ханифаның шәкірті Абу Юсуф болады. Яғни Абу Юсуф үлкен қазы болғаннан кейін не істейді? Әрбір үкімді Ханафи мазхабы бойынша шығарады. Ұстазымыз имам Абу Ханифа айтқандай, имам Абу Ханифаның үкімінде келетіндей деп Абу Ханифа мазхабымен айтқандықтан, ол мемлекеттік деңгейде болғандықтан, ол жан-жаққа көбірек тарайды, тез тарайды. Солай қалыптасты. Солай жалпы солай біздің өңірлерге де келіп қалып тұр ғой, жаңа аббасиялар арқылы. Иә, дәл солай. Қандай керемет, иә. Алла тағала баршаларымызды. Алла разы болсын. Көп рахмет. Осы мазхабтарға әйтеуір. Жалпы күшті болып жатыр. Иә. Әр қарапайым халықтың деңгейінде де, жалпы қалыптасып білім алып келе жатқан жамағаттың деңгейінде де тақырыптарда болып жатыр. Қоғамдағы стереотиптер туралы да болып жатыр, енді күшті болып жатыр. Мынау келесі неге де тоқталайықшы. Қазір жалпы психологтар көбейіп кетті ғой. Сол психологтар көбейгеннен жалпы өздеріңіз байқадыңыздар ма? Жалпы проблема шешіліп жатыр ма сол психологтардың көбеюінен? Жалпы тарихта, жалпы исламда бұндай нәрселер болған ба бұрын? Және ұстаз шариғатта қалай болған? Жалпы сол кісілер шешетін, сол кісілер жаңағы ашатын
проблемалар қалай шешілген жалпы? Жалпы былай ғой, бізде ислам дініндегі білім үшке бөлінеді. Біріншісі ақида деп айтамыз ғой, Аллаға қатысты. Алла деген кім, пайғамбар деген кім, қиямет күнінің мәселесі. Екіншісі фиқх, заңнама, яғни шариғат деп айтамыз. Намазды қалай оқимын, оразаны қалай ұстаймын, некені қалай қиямыз деген сияқты мәселе. Үшіншісі, ол жаңағындай адамның жан дүниесінің білімін зерттейтін тәзкиятун нәфс деп қояды жаңағы. Нәпсіні тазарту білімі. Кейбір кезде ихсан ілімі деп қояды. Кейбір кезде жаңа тасауф ілімі деп қояды. Яғни бұның барлығы тікелді бір нәрсені ғана айтқысы келіп отыр. Не нәрсе? Адамның жүрегін емдеу. Адамның жүрегінің дерттері бар. Олардан ол емделуі міндетті. Мысалға бір адам тәкаппарлықпен ауырса, оған тәкаппарлықтан құтылу уәжіп та кәдімгідей. Өзінде байқап қалды ма? Онда оған құтылу уәжіп. Мысалға біреуде хасад бар. Көре алмайды. Адам байқап қалады ғой өзінде чуть-чуть. Қазір приколдар бар ғой, Сека Вайнстеген анау ше, біреу машина сатып алды дегенде, артын ұстап атады ғой. Енді Құдай сақтасын, бұл не? Көре алмаушылықтан ғой, соны әзіл қылып жеткізіп жатыр ғой енді. Ана айтып атқанда ештеңке жоқ деп ойлаймын. Бірақ қандай да бір адам, біреу сенің досың лауазымнан көтеріліп қалды. Сенің бір досың күшті машина сатып алды. Сенің бір досың бір күшті бір өсіп жатыр. Сен сол кезде жүрегінде қызғаныш пайда болып қалса, демек сен аурусың. Сон ауруды байқадың ба? Оны емдеу уәжіп. Ал соның барлығын емдейтін жолын тауып беретін, бізде жаңағы жүрек ілімін зерттейтін кітаптар да бар. Яғни адам өзінің жан дүниесін емдейтін нәрсе біздің дінімізде бұрыннан бар. Баяғыдан бар. Және де осы жерде ең үлкен мысалы мен әрдайым кеңес етер едім. Қазір қазақшаға да аударылып жатыр ғой. Айналайын. Соны алып оқыңдаршы. Имам Ғазалидің Ихя улумуддин, дін білімдерін тірілту деген кітабы бар. Сол қазір қазақшаға аударылып жатыр. Кейбір кітаптар болады. Оларды тез оқып тастайсың да. Ал кейбір кітаптар болады. Оларды асықпай оқу керек болады да. Ми қорту керек оны. Бұл кітап сол асықпай оқитын кітаптардың бірі. Мен не үшін бұл кітапты айттым? Ернар ұстаз, себебі мынау кезіндегі Осман халифатында мынандай ғалым болған, Камал Баша деген. Соның Мунира деген кітабы бар. Сол Мунира деген кітабында мұсылман адам қандай бастапқы уақытта қалай сену керек Құдайға, не нәрсе оқу керек, соның барлығын айтады. Сол жерде сол кітапта мынандай күшті ақпарат айтады да, осы адамның жанын емдеу білімінде ең мықты кітап жазған ол Имам Ғазали дейді. Қалғандары тек қана содан қайталағандар дейді болды. Керемет. Бұдан басқалар дейді, олар адасқандар дейді. Керемет. Қараңызшы, сол үшін де осыларды оқыса, мен ойлаймын адам жан тыныштығын емдейді. Баяғыда осылай емдеген. Ұстаз, мына жаңа Ихя улумуддин қазақшаға аударылды дедік қой. Осы арада Жасұланды тағы қуантып қояйықшы. Сол кітапты аударған қызылордалық ұстаздар Батырбек Убаев пен Тұрар Рысқұлов. Екеуі де менің ұстазыммен. Сөйтсем қызылордалықтарға сіздерден бұрынғы ұстаздардан да жақын екен ғой. Яғни үлкен аға буын ұстаздарға да. Енді Құдай сол жерден пока енді берекет беріп тұр ғой енді. Басқа өңірлерге де берекет берсін иншалла. Мен енді жаңағы бөлінбеймін, енді тұрсынбей қалмаңдар. Өткендегі сіз айтқан Нұрсұлтан ұстаз жайлы видеоға да айтқан кезде жазып жүріп жатыр адамдар, бөлінмеңдер өйтіп. Бөліну емес, бұл мен сол видеомда да айттым ғой, мен керек болса Қазақстанда 20 өңір бар, 20 өңірдің ислам тарихын айтып бере аламыз деп. Яғни бұл бір сол арада Нұрсұлтан ұстаздың Қызылордадан шыққанын, Дастан ұстаздың Қызылордадан шыққанын, Абылай Кенжал ұстаздың, яғни бір феномен болғанын. Бірақ күшті екен. Ол міне Жезқазғаннан, оңтүстіктен қаншама ұстаздарымыз шығып жатыр, батыстан да шығып жатыр. Сіз не дейсіз психологияға, Ернар ұстаз? Психологияға енді ұстазымыз ислам төңірегінде жақсы айтып кетті ғой, діннің төңірегінде. Енді мен қазақ танымындағы төңірекке тартып алып кетсем, енді қазақ танымындағы психологияның кілтін ашқан, бұл ғылымның кілтін ашқан ғалымдар алаш зиялылары, мағжандар.
Мағжан Жұмабаев психология ғылымын қазақтың дүние танымына жүйелеп, біздің дәстүр мен дінімізден шықпайтындай қылып, жан тану деген кітап жазады өзі. Жан тану, яғни психологияны жан тану деп айтады. Сол жан тану кітабында жалпы қазақтың қайдан қателесіп жатқанын, яғни бала тәрбиелеуде қалай қателесіп жатқанын көрсетеді. Ал жалпылама алған кезде енді біз дін тану, діндер тарихынан береміз, психология ғылымы әлемдік деңгейдің өзінде сол 19 ғасыр, 20 ғасырда ғана қалыптасты. Бөлек ғылым ретінде. Бірақ әлі де психологияны әлемдік гуманитарлық ғылыми орта психологияның постулаты бар, ережесі бар бір ғылым деп есептеуге асықпайды. Яғни бір ғылым емес деп айтатындар да жоқ емес. Енді біздегі ислам психологымыз деп жүрген кейбір, барлық емес, керемет классикалық тәжірибелі психолог апайларды, ағайларды сыйлаймыз, құрметтейміз. Сөзіңіз, маған сол психологтар жазады, біз намаз оқимыз, ұстаздарды тыңдаймыз, психологиядан көмек береміз елге дейді. Мен сұрақ қоямын да, егер шариғат келетін болса, және сіздердің жауаптарыңыз келетін болса психологиядан, қайсысын таңдайсыңдар десеңіз, шариғат таңдаймыз дейді, сөз жоқ дейді. Бірақ бізден де пайда алып жатқан жоқ, оларға ешқандай неміз жоқ, қарсы пікіріміз жоқ. Бірақ біз енді оқып жүрген адам ретінде барып ашып қалсақ, ислам психологиясы деп кітап жазып қойған, ішін ашып қарасақ, анау Луиза Хейлердің, Дейл Карнегилердің шығармаларынан аннан-мұннан жинақтап, батыс психологиясын бізге жұқтырғысы келеді. Біздің дүние танымынан алып тастағысы келеді. Бізде дұрыс мынау жан ілімдерін тәрбиелеу, өзіңмен өзің күрес, Шәкәрім де айтады, өзіңмен өзің күрес өлгенше деген сияқты. Бұл жанмен күресу, жанын тәрбиелеу бізге жат емес. Бірақ бізде мынандай нәрсе бар, индивидуализм деген нәрсе бар, эгоизм деген нәрсе бар. Біздегі кейбір психологтар индивидуализмді, жеке тұлғалықты дамытам деп эгоизмге жол ашып жатыр да, өзімшілдікке жол ашып жатыр. Бұған әлбетте біз оқыған мамандар ретінде кейде қарсылығымызды, сын пікірлерімізді айтамыз. Ал жалпы классикалық психологиямен айналысып жүрген адамдарға берекет берсін дейміз. Мамандарына берекет берсін дейміз. Яғни эгомызды дамытам деп нәпсімізді күшейтіп, ары қарай өзім таптым, өзім жасадымға ұрынып қалып жатқан жайымызда жоқ емес. Ана сахабаның оқиғасында ғой, дүние берші деді. Кейін пайғамбар дүниенің көптігін ол кісіге сұрады. Кейін мешіттен көрінбей қалды, мен таптым деді. Сол сияқты. Мына батыс психологтардың ішінде, әсіресе американдық психологтардың мынандай сөзі бар да. Зачем нам церковь, если у нас есть психология дегенді. Сол аксиоманы бізге қыстырып жібермесін деген ой ғой. Яғни алдын алу. Біршама тақырыпты қозғадық. Енді отырған жігіттерден, жамағаттан сұрақтар болса, сол сұрақтардың бірнешеуіне жауап беріп, бұл жігіттер сұрақ қоймас бұрын мен осы жігіттерге алғысымызды айтып кеткіміз келеді, ұстаздар болып. Сосын жаңағы мына Берел ауылы жайлы бір қанша нәрсе айтып кеткім келеді. Айтып жүріңіз ұстаз. Бұл Шығыс Қазақстан, жаңа Алтай, қазақтың алтын бесігі деп әрдайым әр видеомызда айтып келе жатырмыз. Енді Берел деген жерде ұстаз және Жәке, Берел деген жерде сақтардың қорымы болған. Сақ деген мынау түркі халықтарының атасы ғұндар. Ғұндардан да бұрын өмір сүрген сақ деген бір тайпа болған. Грек тердің дәуірінде, бұл енді ескі дәуірлер, мүлдем ескі дәуірлер. Сол сақтардың қорымы осы Берел ауылынан табылған. Берел қорғаны, Берел қорғаны деп айтып жатады. Мынау Алтайская царица деп мынау ресейлік тарихшылар қазір көтеріп жүр ғой. Осы Берел қорымында біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырларда осы жерлерде орналасқан екен. Содан Алтай адамзаттың алтын бесігі, түркінің алтын бесігі деп айтып қойып жатқан жеріміз осы. Сол мына енді осы Берелдің жігіттері, Қатонқарағайдың жігіттері, Абайдың, Шәкәрім қажының ауылдастары болып келіп бізге қолдау көрсетіп отыр. Алла разы болсын. Енді осы бауырларымыз сұрақтары болса, ұстазымызға енді әсіресе бұл подкасттағы басты. Әбеке, бар ма сұрақ? Кімде бар? Ал жігіттер, сіздерден бір сұрақ болса енді. Ұялып керек емес, Ана, микрофонды қысқартып жүрсің, қайтадан бастан жүріңіз.
технология, мысалға дінімізге қайшысы бар деп отырсыздар. Көбінесе менен де адамдар сұрайды да, мысалға одан да басқа проблема бар да. Бір кісі айтады, баламды мешітке жіберем дейді білімге. Ертең де балағын тұрып, сақалын өсіріп, бәрі харам деп жеткесе не істеймін дейді. Соған бір көңіл бөліп, соны мектептен бастап үйретсе дейді. Қандай ағымда жүру керек, кімге тыңдау керек. Бұл мәселе қалай Қазақстанда орын алып жатыр ма, шешіліп жатыр ма? Қалай істесек болады? Өте орынды сұрақ қойып отырсыз. Бұл сұрақтың жауабы өте оңай. Мен бұны имамдық тәжірибемнен айтайын да. Кез келген ата-ана балам мешітке барып жүр деген кезде баласын өзі тиянақтап қадағаласа, мысалы қараңызшы, сіз балаңызды қосымша бір үйірмеге берген кезде, домбыра үйірмесіне, ағылшын тіліне үйірмесіне, немесе қарапайым мектепке барып жүрген баланды сабағын қадағалап отырасың ғой. Мысалы, не оқыдың, қалай оқыдың, не істедің, бүгін не тапсырма берді деген сияқты, бүгін не түсіндің деген сияқты. А бізде дәл мешітке келген кезде жібере салады да, ол мешітте кіммен жүр, кіммен хабарласты, кіммен сөйлесті, мүлдем одан бейхабар да. Сол себепті ата-ана мешітке барған кезде қадағалайтын, бірақ көп нәрсе жоқ, бірақ нәрсе бар да. Білесіз бе қандай? Ол имаммен дұрыс болсын. Мен мешітке барып жүрген балам имаммен дос болсын, имаммен дұрыс болсын. 100% айтам, уаллахи, имамнан шәкірті болған, имаммен тікелей байланыста жүріп, имамнан сабақ алып, имамды ғана тыңдаған адам еш қашан адаспайды. 100% айтам, 100%. Бақылау тек қана осыда. Біз тек осыны ғана бақылай алмай жатырмыз да. Біз қадағаламай Осыны қадағаламаймыз да. Біз беріп жеріп, дін мәселесінде беріп жеріп жатырмыз. Мен айтам, ата-аналарға өзіңіз дінді білмесеңіз де, кеп имамнан сұрап алыңыз, балаңызбен сұхбаттасыңыз. Солай. Менің өмірімде бір-ақ рет қана болған ғой осындай. Сенесіз бе? Имамдылық 10 жылдық тәжірибемде бір рет қана бір ата-ана баласын мешітке маған алып келді да, мына менің балам намаз оқып бастады. Мынау қалай оқиды, тура жолдама, маған елеке біліп беріңіз деді. Сөйлесіп, барлығын тиянақтап, дұрыстап, мен түсіндім, баласы дұрыс жолмен намазды бастағанына, енді тек қана сол дұрыс жолды ұстану үшін арғарай жолдарды көрсетіп өттік. Болды. Сонымен барлығы жөн-түзу болады. Біздің бақылау керек болған нәрсеміз тек қана осы да. Сол себепті мынандай да, кейбір ата-аналар мен балам жаңағындай сіз сияқты айтқандай мешітке енді жіберуге қорқады ше. Енді мен мешітке жіберсем, балам жаңағындай не істейді, қысқа балақ қылып алады, адасып кетеді, ертең маған қарсы шығады деп. Мен айтайын, мысалға дәл солай балаңа да үйретесің ғой, насыбай атпа, ананы істеме, бірақ ол бір жерден үйреніп алады. Дәл сол сияқты мен айтар едім да, дұрыс дінді сіз қазір үйретпесеңіз, ол ертең бұрысты бір жерден өз тауып үйреніп алады. Өйткені адам депрессияға түседі, қиналады. Кейбір кезде қатты қиналған кезде адам не іздейді білесіз бе? Бір құтқаратын бірдеңке іздейді, поддержка іздейді. Мысалға ана свет в конце тоннеля дейді ғой, қап-қараңғы жерден жарық іздейді да былайша айтқан кезде. Сол кезде ол кімді тауып алады? Дұрыс адамды ма, бұрыс адамды ма? Міне осыған да қатысты. Сол үшін дұрыс нәрсені бірінші үйрету керек та. Ол жақсы орта табу да қазір оңай нәрсе емес та. Насип. Енді Абай атамыз айтқан ғой, адамның адам болуы жақсы ата-ана, жақсы ұстаз және жақсы достан деп. Дұрыс айтасыз. Сол себепті мен айтар едім, балаңыздың дұрыс жолға түскенін әуел бастан. Қызығушылық бар ма? Онда қадағалап қойыңыз. Болды. Бізден тек қана осы ғой. Тағы сұрақтар бар. Мысалға қазір әлеуметтік желіде де қарасақ, мысалы көп жерде қарасақ, адамдар халық бөлініп жатыр да, біреулер араб құлдар дейді, біреу тәңіршілдер дейді. Мысалға бір кісілердің айтуы бойынша былай да, неге біз қазақша бата айтпаймыз, неге имамдарымыз жүрген кездерде арабша Құран оқиды да, бірақ артын ала бір арабша баталар жасайды дейді. Кейін түсінбейміз не айтып жатқан. Соны мысалға Құраннан кейін неге қазақшада дұға жасай бермейді дейді да, сонда. Ұстаз, мен жауап берейінші. Бұндай сұраққа бұл сұраққа мен жауап берейінші. Бұл сұрақтың жауабына арнайы
осы сұрақтың жауабына Құдай қаласа бұл подкаст шығам дегенше ол подкаст шықпай шығар. Сол подкастта әдемі қылып тоқтадық. Сондықтан мына жерде ол нәрсені қайталапмай ақ қояйық. Сол жерден жақсылап ручкамен қағаз алып көрсеңіз 100% жауап табасыз Құдай қаласа. Біз негізі күшті қылып тұрып ол жерде жауап бергенбіз да. Күшті қылып тұрып жауап бергенбіз. Тағы Абеке, сіз вообще не сабақ беруден мощный болып отқан сияқтысыз ғой, ондай бүйтіп қатты мен қояйын деп жаңағы не сұрақ қоймай жатқанына. Сұрақтары. Иә. Өзіңіз қамтамасыз етіп отқан сияқтысыз ғой біраз жауаппен. Бар ма сұрақ? Енді қосып айтайын, мысалы енді қазақтың жігіттері енді мінезді ғой, білесіз. Енді адам пенде болғаннан кейін ашуланып кетесің. Мысалға ұстаз бір ашуланған кезде осы ұстаз айтып еді деп бір ауыз сөзбен тоқтайтындай сондай амал ма не хадис па бір жақсы бір өсиет айтсаңыз. Қандай кеңес бересіз? Иә. Енді міне нервқа тиіп тұр, ашуын ұстай алмай тұрған кезде сондай Басты кетір, бір жақта басты кетіріп тұр дейді. Сіздер шатыр ғой, Иә, мынандай сөз бар ғой. Иә, дұрыс айтасыздар. Мынандай ғой жалпы. Мынандай сөз бар ғой. Ашудың басы тәтті дейді, соңы ащы дейді. Сабырдың басы тәтті, басы ащы дейді, бірақ соңы тәтті дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашуланған адамға айтқан біраз өсиеті бар. Ашуланған адам отырсын, отырса дейді, жаңағындай ол басылмаса жатсын дейді. Сосын тіпті олай да болмай жатса, жаңағы ашу деген от сияқты дейді да, ашу деген шайтаннан, ал шайтан ол оттан, ал отты басатын су, сол себепті ашуланған кезде барып дәрет алып алыңдар дейді жаңағындай. Осындай нәрсе де бар да. Және де тағы бір басқа өсиетінде бір жігіттің қатты қызарып ашуланып отқан көріп қалады да пайғамбарымыз ше. Басқа біреуге айтады да, мен сенің жүзіңдегі ашуды көріп тұрмын. Қанеки аузу биллахи минаш шайтанир ражим деген сөздерді, зікірлерді айт дейді. Яғни шайтан ғой сені ашуландырып тұрған. Осы зікірлерді айт дейді. Бұл негізі осындай іс-әрекеттер. Енді бұдан бөлек адам ашуланған кезде нені білу керек? Бізде дінімізде жалпы бауырлар, мұсылман адамның бетін ұру не нәрсе? Ол харам болып табылады. Айтады, пайғамбарымыз айтады, саб дейді. Саббул муслими алал муслими фисқун дейді. Бір мұсылман бір мұсылманды боқтаса дейді, бұл пасықтық дейді. Ал оны Құдай сақтасын өлтірсе дейді, ол күпірлік дейді. Ол күпірлік дейді. Ол өте жаман нәрсе да. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бір тіпті өзінің өсиетінде айтады, меннен кейін бір-бірлеріңді мойындарыңнан ұрып күпірлікке түсіп жүрмеңдер дейді. Басқа бір хадис деп не дейді? Мынандай бір құдси хадис келеді. Шынында да сендер дейді, адам баласы, сендер бір-бірлеріңді беттеріңмен ұрмаңдар, өйткені мен адам баласын көркем бейнеде жаратқанмын дейді. Мұсылманға тіпті пышақтың жүзін қарату, ойнап жай, жүзін қаратудың өзі. Соның өзі макрух амал болып есептеледі. Яғни дұрыс емес. Сол себепті біздің дінімізде беттен ұру деген нәрсе, беттен ұратын спорттың түрлері дұрыс емес. Оны біз ашық айтамыз, ешкімнен жасырмаймыз. Сол себепті осы өсиеттерді еске алу керек. Адам қандай күнәға батып кетейін деп жатыр. Адам қандай жаңағындай жамандыққа ие болайын деп жатыр. Ал енді Алла тағала ашуын жұтып қойғандарды Құранда мақтайды. Ашуын жұтып кешіріп жібергендерді айтады да, міне дәл осылар Алланың жәннатына лайықты екенін айтады. Осы бір өсиет, осы бір қағидаларды білсе, адамның ашуының біраз басылуына көмектеседі деген ойдамын иншалла. Бітірейік иншалла. Алла разы болсын. Қалғанын камерасы жалғастырамыз ба? Бір сұрақ қойға болады екен, уақыт бар екен бір сұраққа. Болмаса қинамай қояйық, камерасыз да қоя береміз ғой. Не істейміз ғой, Камерасы. Көп рахмет.
біздің ең алғаш рет көрермендермен жасап жатқан подкастымыздың қонағы болғандарыңыз үшін, ыстық ықыластарыңыз үшін, сонау сіздер үшін енді жақын жерде емес, Өскеменнен келіп жатқан жамағаттар бар. Қатоннан келіп жатқандарыңыз үшін шын жүректен қуаныштымыз. Және құрметті бізді ютубтан көріп жатқан қадірлі көрермен, әдеттегідей лайк, комментарий. Бірдеңке айтып жіберейінші. Енді біздің осылай Бітіре алмаймыз жалпы. Осы жұма подкастын басын бастаймыз да соңын таба алмай өйстіп отырамыз. Айтыңыз сіз. Жоқ, мен андай күшті не істейін деп жатыр едім, маған бүйтіп қарап қалыңыздаршы анда-санда мен айтайын деп жатқан кезде. Айтайын деген мынандай ғой, Аллаға шүкір біз бірінші рет өткізіп жатқан подкастымыз ғой, осындай көрермендермен, өздеріңізбен, және де бізде мынандай не бар да, енді үлкен ұстазымыз, мына пәтуа бөлімінің басшысы ұстазымыз айтпақшы, Сансызбай ұстаз, мынау мешітте білесіздер, енді мешітте отырған кезде бір жақсы бір қуаныш жаңалық естіген кезде біз тәкбір айтамыз, Аллаху акбар, альхамдулилля деп ше. Бірақ ол жерде шапалақ соқпаймыз да. Бірақ жалпы мешіттен тыс жерлерде шапалақ соғуда ешқандай бір ағаттық жоқ. Сол үшін бір шапалақ соғып қойыңызшы. Ұстаз. Осы жерде ана нені айтып кетейікші, айтпақшы, есіме түсіп кетті, подкаст жалғасады, короче. Мен бітірмеймін. Мына той саласында жүрген достарым көп та, мен той саласында тамада болып жүргенше, бізде мынадай, мысалға, жақында бір ағам маған айтады да, тойымды ұйымдастырып беруге көмектесші дейді да. Жарайды деймін. И ол жаңағы өзінің қонақтарын шақырады. Ол да жамағат. Бізде мынандай да жамағаттың тойына барған кезде сәл бір көңілді ұрып, көңілді отырып, бір қошемет соғып, бір анау жаңа ол жерде де ана жамағаттың шақырып отқан адамда асабаны жалдаған кезде анау анайы ойындардан аулақ болуын өтінеді ғой. Сол ойындарға шақырса шықпай жаңа тойды көтеруге ше. Бірақ ана қол соқ десе бүйтіп қол соқпай бүйтіп аузубилля деп жаңа бүйтіп не істеп отырады да. Жаңағыдай бір не істеп ше, тұнжырап ше. Өзіңіз де болдыңыз ғой өткенде жақында бір тойда болдық екеуміз. Сондай бір не болып отырады да. Бірақ өздері той жасаған кезде өздерінің тойларын атмосфералы, күшті болып өтуге жаңа қалайды іштей. Сондықтан мен айтамын да, проблема емес қой, тойда отырсың ғой деймін да. Сіз де айтып отырсыз. Көңілді отырсыздар. Қошемет соғып, көңілді отыруда проблема жоқ шығар, сіз әлде бар ма? Ешқандай проблема жоқ. Мынау жалпы дінімізде кейбір сондай бір енді кісілер бар, жаңағы шапалақ бұл зікірмен рұқсат етілмейді да негізінде. Сол шапалаққа қатысты сондай бір әңгімелер бар, өзі бір уақыттар көбейіп кеткен, жаңағындай сондай нәрсе рұқсат емес. Ал жалпы шапалақ соғуда ешқандай не жоқ, проблема жоқ та. Приятно ғой. Жаңа күшті болып қалдым, тағы бір соғып жіберейікші. Осымен жұма подкастымызды бітірейік. Біткен жоқ па? Жаке ұстаз бір нәрсе ұмытып бара жатырмыз. Біздің осы подкасттарымыздың басты демеушісі Ниет Хаж компаниясы. Спонсордан кетпіз. Санатжан, бізді мынандай орындықпен, палаткамен, спальный мешокпен қамтамасыз етіп жатқан компания бар. Мына жерге логосы шығады, біздің атын айтып үлгересің бе, үлгермейсің бе? Толағай және төбе компаниялары бар. Осы жерден алыңыздар, сапасы жалпы жақсы, ыдыс аяқтары бар. Енді мынау таудың жиегіне, рыбалкаге, аңға бәріне керек жарақтың барлығы осы дүкендерден табасыздар. Толағай және төбе дүкендеріне үлкен алғыс. Сонымен жақсы күндерде жолыққанша, жұма подкаст сіздермен бірге. Лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум, амандықта. Бітірейікші. Уағалейкум ассалам.